Достар, біз бүгін осындай әдемі торт жасаймыз. Жұмыртқамызға қант және ваниль сахарымызды қосып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Және сүт, қопсытқыш ұнымызды қосып араластырамыз. Духовқа 180 градусқа пісіреміз. Менде осындай жуу болады. Мен дүкенде дайын сатылатын кремді қолдандым. Оны тек миксерлесеңіз болғаны, өзі қоюланып кремге айналады. Қоюлығы мінекей осылай. Мінекей мен кекстерім дайын болды. Мен оларды 4 бұрыштап қиып аламын. Менде барлығы 6 қабат болып шықты. Осылай кремді жағып, әрбірін қабаттап отырамын. Кремімізді жаққаннан кейін мұздатқышқа тезірек салуымыз керек еткенде аздап осылай еритін болады. Мен торттың бетін бүлдірген және қара бүлдіргенмен әшекейледім.